партия жұмсап отыр. Майқұлақтардың малы әлі толығымен кәдіршілерін біткен жоқ. Үш қап жүн, жылы бейін бешекті қайда жатсыңдар да табасыңдар. 3 күннен қалдырмай тапсырасыңдар. Әйтпесе, тура солай. 3 күннен немене? Осының бәрінен өзім шығарып отыр емейсіңдер? Ол деген жоғары жақтың тапсырмасы. Түсіндіңдер ме? Жоғары жақтың. Ол жоғары жақтың тапсырмасы қарсы келгендер қамай. Бұрадағы малдарын сойып жеуге тыйым салам. Кеңес үкіметі әскермен жұмыстарына ет керек. Қайдақ мал өлшеп отырғандарынан басқа. Ой, шағым айналайын-ау. Ой, жүн керек дегенде кеше ғана бұрын қырқып тастады. Ол өліп баратқан жаңа мауыздап қалып не істейді? Сарқын ұқсатпайды үкіметтің малын союға. Арам өлемен дайнырын. Малды ұқсатып мауыздаған үшін сен сотталасың. Жауап бересің. Апасын енемен. Ол нағыз контрреволюция жауы. Сенің сүйегіңде түрмен көз шыққанда нешен туған бар емелі. Әділегесіне 3 күннен кейін норма план орындалу керек. Норма план орындалмайтын болса, өз обалдарын өздерге 3 күннен артық күте алмаймыз. Бұл деген партияның тапсырмасы. 3 күннен кейін норма план орындалмайтын болса, мына тұрған дәрменімді ичкиндеректі жібереміз. Үш күн уақыттарым бар. 3 күн. Жақсылап тұрып ойладыңдар. Қайта сізге кеңес үкіметі рахмет айтты сіздерге 3 күн уақыт бергендеріне. Шақырттым. Ол да бір завал шығар. Алладан басқа білетін бар ішіміз қалмады. Алла, өзіңе барып мінәжат ететін. Мешіттерді жауып тастады бұл дінсіздер. Жамағат, мұсылманды жәбірлеу, Алланың өзін жәбірлегенмен бірдей. Паналайтын жер болса, көш көткенің сонағай. Ағайында, бұндай бассыздыққа ел ұшылауға болмайды. Енді қайтеміз енді? Үдері көш көткенімізден ағайында. Жолға қамданыңдар. Қарақына бет аламыз. Батаңызды беріңіз, ақсақал. Я Алла, жолымыз оңғар көр. Теміржан айналай шырақ амасың ба? Амасың ба шырақ? Қайдан жүрсіз көке? Мағынел аман ба? Ел асықты тез жоқ па көке? Елдің жағдайы қалай? Шырағым несін айтасың? Былтыр әкеңнің ұсталып айдалып кеткенін өзіңе хабарлағанын естіген боласың. Шөмекейдің сөз ұстаған бие, мыңғырған малы, елдің ырысы еді ғой әкең. Кетірді ақыры тәңіріттер, елдің қараздырып кетірді. Сонда елде әйдейтін әже қой дейтін қожа қалмаған ба? Білмедім шырағым, білмедім. Ауылға ат қойып керекте, бық-бық дегендей қылады. Шырағым-ау, енді осылай кете береміз бе? Өзің бір амалын тапсайшы, не істейді? Көке, қалай елімден жүрген ерлер осы үшін бастарын қатырып жүр. Бай тартса, жүргі сөйлеп, бұлай тартса арбасына. Сақтаныңыздар, сақ болыңыздардан басқа айтарым жоқ. Заманда түзелер, әйтеуір, балдарды оқта беріңіз. Шырағым, оның да дұрыс шығар айтылмайды. Теміржан, биылда сол, баяғы өзің туған қыстауда боламыз ба деп еді. Мына қорып бара жатқан заманнан көз тастап алатын жер іздемесек болмайды-ау. Халық, осы қыстан аман шықса, қарағымға бет алсақ дейді. Бұлымыз қалай болады? Досжан көке, ар жантаным сіздердің үстемізде. Қайран елім, зұлымдықтан құтылатын күнің бар ма сенің? Ол күндерде келем, біз де
Biz de yer katarını ömür süreriz. Altay şahs. Kevsetli giyseni. Sağsı meşi mal koyundurup. Olaşağa korek bolgan. Kızığı men durmanda toğsulmaydın adam edindim. Bugünlük körü öksügünlerine uşağın aykaraşıp tuğan anasınday bağrına baskan. Kasiyetli ülkem, oğullarım men kızlarım zorluk görüp özüge geldi. Командирі Евсеевке Қызылорда округіндегі бас көтерген бандылары қарауынға жиналып жатқаны белгілі болды. Сол бандыларды жоюды тапсырамын. Қазақстан өлкелік партия комитетінің бірінші хатшысы Голощекин. Черт побери! У нас Сахарда тосылмай кеткен не қылған бас көтеру бұл? Кеше ғана Ақмырза бандасын талқандап едік. Осы жолда ынтымақ қазақ атқа мініп сойыс өтемесе, ішкен астар бойларына сіңбей ме? Жазыңыз. Сіздің бұйрығыңызды алдық. Мен басқарып отырған нөмір 8-ші атты әскери дивизиясының ерекше оперативтік тобы бұйрығымызды орындауға кірісті. Дивизияның командирі және комиссары подполковник Евсеев. Нүкте. Кезекші! Нет. Тревога! Әскер! Атылыз!
Облыстық орталығымыз бақылап отыр. Қатенің ең негізгісі қарапайым халыққа жұмыс жасалмаған. Олай болса бұл сіздердің осалдықтарыңыздан болып отыр. Үгіт насихат жұмыстарын дұрыс жолға қоя білмегенсіздер. Өзгерістермен келіссөз жүргізу үшін мемлекеттік комиссия болады. Төрағасы Ахмет Жангелдин, нүкте. Хатшысы Рамил Мүсірепов, нүкте. Ал мүшелері Сәкен Сейфуллин, нүкте. Қазақ бөлген партия комитетінің бірінші хатшысы Жарашов. Түсінікті. Мемлекеттік комиссия мүшелері бірыңғай қазақтардан құрғандар дұрыс болған екен. Біз халқының салт дәстүрін, әдет-ғұрпын жақсы білетін бұл беделді азаматтар барлар мен құмыраға тиген ойды ойлаймын. Келіссөзге келген екенсіздер. Сіздер талап қойдыңыздар. Ондай талап бізде де бар. Біздер үкіметтен шана сұраймыз. Біріншіден, әділетсіз конфискелеуді тоқтатсын. Екіншіден, дін бостандығын беріп, мешіттерді көтеріңіздер. Үшіншіден, колхозға зорлап кіргізуді тоқтатсын. Егемек битіндерге асық салғызға болады. Төртіншіден, қарақұмға жиналғандар өз алдымызға сербес olan болады. Дұрыс айтасыз. Қарақұм халқы біз үкіметке қарсы емеспіз. Билікке де таласпаймыз. Адам сияқты тіршілік жасауға хақымыз болса, соған рұқсат беріңіздерші. Тыныш беріңіздерші бізге. Қазір кеңес әскерінің ортасында жүріп отырмыз. Қару-жарақты түгел тапсырамыз. Уәдеміз көп. Сөзіміз байлаулы болғанмен әйтеуір тілейіш болғанымыздар. Алла жолыңыздың болсын. Аман есен барып қайтыңыз. Қару-жарақ, оқ-дәрілермен алып-жүруді қамтамасыз етті ме? Соған ма? Шықпай болған. Сіздерде тек шийтін ұтықтар болған білесіздер. Ал, сол әскердің алған қару-жарақты түгелдей өткізген болатынбыз. Біз айып еді. Айыпты мойындайсың ба? Үйда, ол ғой мына жерде. Жоқ. Сенің көзің тұтам үкімін ғана баласы. Кеңес үкіметіне қарсы болғатқаның үшін, революцияға қарсы қылмыс жасағаның үшін ақыл жазасына бергіземін. Құтылбай кісінің баласы. Қанымды қарақсыз шықпасар сендердің маңдайларыңа. Ақылетті болсын сендерге. Қарауында Қазыбай операциясына кірісеміз. Орындалатын болады. Қарауында әлде қашқындар қосып жүр. Қарсыласқандарға еш аяушылық болмасын. Ал өз еркімен бергендер болса, тұтқындарыңыздар, қап, кешіктірмей кірісе беріңіздер. Сабыр қауыш. Мен қой шолмайға. Шолмайға сізбе. Айып білеміз аға. Сақтық қой. Бай сақтансаң сақтайды дейді. Я өзіңіз білесіз қазір. Мұнда сіз әскер қаптап кетті. Шыдам. Бүкіл облыстың пенсиялары сендер кездесін бе? Әлгі тапқанлары үлкен абыройға ие болатын көрінеді. Мен ежіктен неше мап қараған. Ешкімнің еркін жатқан. Таптаған әскер, нағазыған, қараның балдары, жүзінде бауырларымызды өлім жатқызды. Яғни, жандары жәндікте болсын. Ей сандыбай, маған да олардың көрсеткен ғой.
Birisi oğlak, birisi sokak tep. Sütün cübünde aşağı gelip arabası. Büyüşümüzün dönüşten oldu. Solcakta yiyip alamıyor. Kos kızımın büyüdü. Yedim size bu top büyüdü. Sizge de bilgi boğan edelim. Ben zaten bir olay değilsiniz. Kalıttım cakayı bilmezsiniz. Ya yerce terbiyetin sürekli koylar. Ayda bu zor. Anayın gözünü esnilesiniz. Benim bana yerim tanımım bana. Odan bastan bana olan yerim yok. Hükümet askerine öz kolunun verilmeyin. Ol neysin? Takır! Gel, bir Allah'ın adamı getireyim. Neresi niye? Beşer dolu karar çıktı. Kemir konu çalgısından ayrıldı. Şon vay mı? Aslan kovşan. Buna yetki gözü yetik bırakırken. Ondan bilir bastar. Rahmet ağam. Rahmet. Ağam. Ulan fazla yetmesin başarım. Sizin bir bakışım. Oğlum. Umurganın bir yol tırası var. Ocağıma kalıp var. Telefon olsam olur kalıp diyecektim. Hoş bir gezisi. Alçılar, kanlar, hapus. Sınırmıyla polisunun kalkanıma. Kesegi kılımdığı kop görgenine. Yazıkım. Allah takala vergen. Ömrümün saktak kalın gelgenine. Mal der. Mal dal. Bir emes bir desile tesile mal. Zandık. Zandalt. Yedidi kaldı. Ay kucağay. Kayseri kadar kessin. 50 tane sen korşundasın. 50 tane sen. 50 tane kastakanına. Korşanlar. Kastakanına bir tane. Spektaklde koyuluşu rejissörü